Сәлем достар, менің атым Салтанат. Бүгін ең алғашқы табыс және қалта ақшасы туралы сөйлесеміз. Қалта ақшасы ата-аналар баласының шығындарына беріп отыратын ақша. Әкем мен анам әдетте маған бір аптаға жетерлік ақша береді. Егер мен бар ақшаны бір күнде жұмсап тастасам, келесі қалта ақшасын күтуім керек болады деп келістік. Міне, осылайша үлкендер ақшаны үнемдеп, ақылмен жұмсауды үйретеді. Бұрын мен бар ақшамды бір күнде, ал кейде 1-2 күнде жұмсап тастайтынмын. Ондай кездері ата-анам ақшаны мектептегі түскі асқа ғана беріп отыратын. Сондықтан тәттілер мен басқа да ұсақ-түйектер алуым үшін 1 апта күтуіме тура келетін. Бірақ кейінірек ата-анам үнемшіл болуға үйретті. Сондай-ақ ақшаны жинап, оны ұсақ-түйекке ғана жұмсамай, көптен бері армандап жүрген ерекше затынды сатып алуға болатынын түсіндірді. Мен ата-анамнан ақшаны картама салып отыруларын өтіндім. Осылайша қанша жұмсағанымды және қанша жинағанымды бақылап отыруға ыңғайлы. Айтпақшы, менің шығындарымды ата-анам да көреді. Сондықтан мен тәртіпті болуға тырысамын. Мен өз арманыма ақша жинауға тырысып жүрмін. Тіпті қаржылық жоспар да жасап қойдым. Ал сен қалта ақшаңды қайда жұмсайсың? Келесі кездескенше сау болыңдар!